Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз. Отыра қойыңдар. Балалар, қазір бізде әдебиет сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын сендердің көңіл күйлерің қандай екен кәні? Біліп алайық. Оны білу үшін біз қазір сендермен фотоаппарат әдісін қолданамыз. Сендердің қолдарында фотоаппарат тұр, е? Сабаққа көңіл күйлерің қандай кәні балалар? Осы фотоаппарат әдісі арқылы көрсетіңдерші. Мирас, сенікі қандай? Ого, жақсы. Лейла, жақсы. Кәне? О, Адыжан, сенікі де тамаша екен. Жақсы. Жақсы, балалар. Енді бізде әдебиет сабағында үйге қандай тапсырма берілді? Үй тапсырмасы туралы қазір біз сендермен микрофон әдісін қолданамыз. Жақсы ма? Мен микрофонмен айтып тұрам, сендер жауап бересіңдер маған. Әдебиет сабағынан бізге балалар үйге қандай тапсырма берілді? Кім айтады? Кім айтады? Қане? Айтады. 35-36 бет алмасын ағашы оқу және түйген айту. Жақсы. 35-36 бет алмастың ағашы түсінгенін айту. Үйде оқыдыңдар ма балалар? Түсінгендерің бар ма? Түсінгенін кім айтады екен? Осы сабақтың. Кім айтады екен? Кәне, Арижан, сен айта қойшы түсінгеніңнен кішкене. Үй тапсырмасынан айта қой. Алмас ағаш жалатқанын көрді. Сосын алмас жүгіртпардың ағаштың аяғымен үстіне жіберді. Сосын тез-тез футболкасын шешіп, қолына алып үстіледі. Өртті өшіреді футболкасын, е? Сосын футболкасы қап-қара болып кетеді. Алмастың қандай іс әрекеті ұнады? Кім айтады? Қандай іс әрекеті ұнады? Гүлсезім? Алмас футболканы тез шешіп, отты Сөндірді. Е? Отты сөндірді. Жақсы. Гүлсезім, енді ол футболкасын үстіндегі шешіп, өртті сөндірді. Онысы күйе болды, футболкасы жыртылды. Оған ата-анасы ренжіді ма? Ұрысты ма? жоқ. Ұрысқан жоқ па? Иә. Алмас жақсы істеген. Жақсы балалар. Енді осы мәтінді жазған кім балалар? Авторы кім? Лейла айта ғой. Мархабат болыңдар. Ол кісі қай жерде туған екен? 1945 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында Туған екен. Әдіс арқылы бағалайық, е? Транспортер әдісі. Балалар, бір-бірлеріңді бағалаңдар. Мысалы, Әдіжан, сен Гүлсезімді бағала. Гүлсезім нешеге жауап берді деп ойлайсың? Қанша бал кәдімізін қоя қойшы? 8 бал екен. Ал Гүлсезім, Лейла қанша бал алды деп ойлайсың? Қанша? 10? 10 бал дейді, жақсы. Лейла, сен Мирас қанша балға қойды? Тәлі көрсетші, қанша бал қойды? 9 бал қойды, жақсы. Ал Мирас, Лейляға қанша бал қоясың? 10 бал. Жақсы. Әдебиет кітабының 38-39 бетін аша қойыңдар. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын осы аптаның дәйек сөзін қайталап алайық. Ел жұртымның бақыты, ақталаты, сөнбесін, мәңгі сені отан аттың. Жақсы. Енді балалар кітаптың 38-39 бетін ашқан болсаңдар, қазір осы бетте бірінші тапсырма Ақсақ киік Сәкен Сейфуллиннің өлеңі тұр. Осы өлеңді қазір оқимыз. Оны қалай оқимыз балалар? Әлмырза Ноғайбаевтың Ақсақ киік деген күйі орындалады. Ал сендер осы күйдің ырғағымен осы Ақсақ киік өлеңін мәнерлеп оқуларың керек. Дауыстарды қатты шығарыңдар. Жақсы ма? Әріжан бастай қой. Арқадан бетбақ деген дамасы бар. Бетбақ жөн, ойны қылымыз, манасы бар. Жон сөмкеген жоқ,
Toprak suyu boyunda kılımlı parası var. Sol şeride yer topluğun çoğunlusu mümkün. Cennette kiyiklerin balası var. Kiyikке kazan және билі бекер. Бетақы бұл бейшара қылмаған екен. Бөгелген сұлу аңды мен көрмедім. Өте тамаша, жақсы. Ненің суретін көріп тұрсыңдар? Киік пен қасқырдың суретін көріп тұрсыңдар. Ал жаңа біз осының алдында қандай өлең оқыдық? Ақсақ киік деген өлеңді оқыдық, иә балалар? Ендеше біздің бүгін сендермен өтетін тақырыбымыз киіктің айласы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннен қажетті ақпаратты тауып оқу. Жақсы, осы киіктің айласы әңгімесін жазған автор Әуелбек Қоңыратбаев, ғалым, әдебиет зерттеуші, Қызылорда облысында дүниеге келген. 1905 және 1986 жылы осы жыл аралықтарында өмір сүрген екен. Енді осы әңгіменің балалар біз сендермен видеосын көрейік. Әрбір жабайы аң мен жануарлардан сақтанатын қару құралы немесе айла тәсілі болады. Қасқырдың қаруы тіс, қабанның қаруы азу. Ақ бөкен сияқты жануарларда ондай қару жоқ. Олардың сүйектері, аяқтары. Қасқыр болса олар қашып құлады. Көз айының шуақта бір күн еді. Сәске кезінде бір топ киік өзінің лақтарын ертіп шуаққа келді. Олар шапа тармағай су іши бастады. Торғай тасасында бір топ аш қасқыр оларды аңдып күтіп отырған. Қасқырлар ауыздарын арандай ашып киіктерге тап берісті. Дөр етіп үріккен киіктер жоса жөнелді. Балалар, киіктің айласы деген әңгімені көрдік, иә? Түсіндіңдер ме сендер? Түсіндіңдер, иә? Ал енді киік қандай айла жасады осы мәтінде? Түсіндіңдер ме? Қандай айла жасады? Қол көтереміз. Қандай айла жасады? Кім айтады? Мирас айта қойшы. Ақсақ аяғы қақсады. Өтірік аяқ ақсап қалды, иә? Отыра ғой. Ол не үшін ақсады? Не үшін ақсады Лейла? Лақтарын қорғау үшін. Лақтарын қорғау үшін. Киіктің негізі балалар ақ бөкен деп атаймыз. Ал киіктің балалары жаңа жоқ. Киіктің балалары құралай деп атайды. Құралай. Естеріңде болсын, жақсы ма? Жаңа өзім айтты ғой, балаларын деп. Киіктің баласын құралай деп атаймыз. Жақсы балалар. Енді балалар қазір біз сендермен жұптық жұмыс жасаймыз, иә? Ол үшін Лейла, сен әрі жағын қасына келе ғой. Мирас, қане тез-тез көсесінің қасына келе ғой. Сендердің алдарында мұндай тапсырма тұр балалар. Мына сөздерді сәйкестендір дейді. Кім бастамаймыз әлі тоқтаңдар. Қай жұп бірінші бітсе, сол қолдарыңды көтересіңдер. Жақсы ма? Сәйкестендіреміз, қане, бастаймыз. Сөздерді сәйкестендіру бір-бірімен. Қане. Кім? Сен болдың ба? Лейла? Жақсы, онда оқи ғой. Бірінші біткен жұп Лейла мен Әлжан. Лейла, қандай сөз екен? Тыңдаймыз балалар. Сендер дұрыс істедіңдер ме? Енді қарай қойыңдар балалар. Тыңдаңдар. Айта оқи ғой. Сілтем жер. Жақын. Таяқ сілтем жер дегеніміз жақын деген сөз екен. Діңкесі құрыған, шаршаған. Діңкесі құрыған, ол шаршады деген сөз екен. Залалы деген ол зияны екен. Жақсы. Бізде жұптық жұмыста Лейла мен Әділжан бірінші бітті. Өте тамаша, екеуі жарайсыңдар. Жақсы балалар. Енді әрі қарай қазір біз сендермен ойын ойнаймыз. Ол ойын балалар кім жылдам деп аталады? Кім тез жауап береді? Киік әлеміне саяхат. Ойынды бастаймыз. Киіктің айлаша шығармасы авторы. Авторы кім? Тез. Әуелбек. Су жақын аймақта киіктер не істейді? Суға жақындап су ішеді. Жақсы. Алдыңғы қатарда тұрған жануар қандай? Киік. Келе ғой. Жақсы. Киік қандай бұйымды жиі пайдаланады? Құлағын, құйрығын, мүйізін. Дұрыс. Киік қандай түсті бола алады? Жақсы. Киік көбінесе қай аймақта кездеседі? Далалық, мақтауыш, шығыс туындар. Дұрыс емес, келе ғой. Әржан бара ғой кәні. Киіктің тісі қандай қызмет жасайды? Жақсы. Бұл бейнеленген орта қандай түрге жатады? Тамаша. Киік қалай қозғалса жақсы көрінеді? Тамаша. Келе ғой, Мирас.
Киіктің негізгі қорегі не болуы мүмкін? Ет, шөп, жеміс. Жеміс. Дұрыс емес. Келе ғой енді. Бұл суретте қанша киік көрінеді? Бірнеше. Енді балалар, кәне кішкене шаршаған болғанымыз, иә? Сергіту сәтін жасайық бәріміз бірге. Кәне, жақсы көңіл күймен. Шабамыз, кәне, атты шабамыз. Тез-тез құтылайық балалар, кәне. Кәне, көңіл күйіміз. Шаршаған боламыз, иә? Кәне, шабамыз, тез-тез. Енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін қазір біз сендермен киномен әдісімен қорытындылаймыз. Сендер қазір бір-бір мәтін бойынша бір-бір сұрақ ойлауларың керек. Мен сендерді балдарға мындай лента қойған болатынмын. Осының артына бір-бір сұрақ қойып, тақтаға келіп жапсырамыз. Жақсы ма? Қане, алдарына қойыңдар, бір-бір сұрақ ойланыңдар. Кім болды? Кім болды ма? Лейла келе ғой. Артыжан ойлана бер, жаза бер. Сұрақ ойлады ба? Аға, келе ғой. Қандай сұрақтар оқиды ғой? Қандай сұрақ? Ақ көкен. Ақ көкендер қайда келді дейді. Мирас келе ғой. Қандай сұраққа айтады сен, Мирас? Киіктің Сүйенері. Киіктің сүйенері не дейді? Киіктің сүйенері не? Келесі Арыжан шыға ғой. Тез. Арыжан, сен қандай сұрақты айтадың? Қасқырдың қаруы не? Қасқырдың қаруы не дейді? Қасқырдың қаруы не, Арыжан? Тісі, жақсы, әле ғой. Келесі, Үстезін келе ғой. Оқи ғой. Мәтін не туралы? Мәтін не туралы? Не туралы мәтін? Қасқырмен Не туралы? Не туралы өтіп мәтін? Киік туралы екен. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, отыра ғой. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз да соңына жетті. Сондықтан қазір енді біз өз-өзімізді бағалайық. Сендердің алдарында сағат тұр. Осы сағат әдісі арқылы кәні бағалаймыз. Сағаттарыңды қолдарына киіңдер. Өз-өздеріңе баға беріңдерші балалар. Кәне, өзім нешеге бүгін жауап бердім, сабақты қалай түсіндім, қалай жауап бердім бүгінгі сабаққа, қалай қатыстым деп. Кәне, балдарыңды қойыңдар, маған көрсетіңдер. Болды ма? Мирас, Лейла, қанша бал қойдың? 10 бал қойыпсың. Мирас, сен де өзіне 10 бал қойыпты. Арыжан, неше бал қойдың? 9 бал қойған екен. Кәні, Өстезім 8 бал қойған екен. Өте тамаша балалар. Жарайсыңдар. Барлықтарында бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңдар балалар. Енді сендерге үйге тапсырма. Әдебиет кітабындағы 38-39 беттегі Киіктің айласы деген әңгімені оқып, түсінгендерді айтып келесіңдер. Ақсақ киік деген өлеңді мәнерлеп оқисыңдар. Жақсы ма? Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар балалар.